Сәлем балақайлар. Нұр Әмір ТВ арнасына қош келдіңдер. Бүгін сендермен бірге сағат үйренетін боламыз. Мен қысқа тілшемін. Мені халық сағаттық тіл деп атайды. Мен қай санды көрсетсем, яғни сол уақыт болды деген сөз. Ал мен ұзын тілшемін. Адамдар мені минуттық тіл деп атайды. Мен нөлден бастап 1, 2, 3, 4, 5 деп әрі қарай жылжи отырып 56, 57, 58, 59, 60. Яғни толық бір айналым жасағанымда қысқа тілше келесі санға ауысады. Яғни қазір сағат 7 емес, қазір сағат 8 болды. Яғни мен тағы да толық бір айналым жасағанда қысқа тілше келесі сан, яғни 9-ды көрсетеді. Яғни қазір сағат 9 болды деген сөз. Яғни мен әр сағат сайын толық бір айналым жасаймын. Қазір сағат 10 болды деген сөз. Бірді көрсетсем, қазір сағат 10-нан 1 кетті деген сөз. 2-ні көрсетсем, сағат 10-нан 2 кетті. Сағат 10-нан 3 кетті. Сағат 10-нан 4 кетті. Сағат 10-нан 5 кетті. Ал қазір сағат 10-нан 10 кетті. Сағат 10-нан 15 кетті. Сағат 10-нан 18 кетті. Сағат 10-нан 20 кетті. Сағат 10-нан 25 кетті. Сағат 10:30 болды. Яғни сағат 10:30. Сағат 10-нан 35 кетті. Немесе 11-ге 25 минут қалды. Сағат 11-ге 20 минут қалды. Сағат 11-ге 15 минут қалды. Сағат 11-ге 10 минут қалды. Сағат 11-ге 5 минут қалды. 4 минут қалды. 3 минут қалды. 2 минут қалды. 1 минут қалды. Сағат 11 болды.